Мен Дидар Дәулетұлы. Және тақырып жалпылай айтсақ біз adverb деп іс-қимылдың, амал әрекеттің белгісін, жай-күйін, мекенін, мөлшерін, мезгілін білдіретін сөздерді айтамыз. Мысалға, speak loudly, қаттырақ сөйле, walk slowly, жай жүр, move quickly, тез қимылда. Бұндағы loudly, slowly, quickly деген сөздер ол adverb болып табылады. Өйткені adverb ол how many, when, where деген сұрақтарға жауап береді. Мысалға, he speaks slowly, ол жай сөйлейді. Let's go outside, қане кеттік сыртқа. She arrived today, ол бүгін келді. Негізінде adverbті біз adjectiveке li деген жалғау арқылы да жасай аламыз. Мысалға, adjective careful, he is always careful, ол әрдайым мұқият. Adverb carefully, she puts the glasses down carefully, ол көзәйнегін жерге мұқияттау қойды. Екінші мысалы, adjective quiet, this is quiet room, мынау тыныш бөлме. Adverb quietly, she spoke quietly, ол тыныш сөйледі. Үшінші мысалы, adjective bad, this coffee is bad, мына кофе жаман. Adverb badly, he sings badly, ол жаман өлең айтады. Сонымен қатар, егер adjective ол le деген әріптермен аяқталса, біз оның e әріпін алып тастап, орнына y әріпін қоямыз. Оны adverbке айналдыру үшін. Мысалға, adjective gentle, it's a gentle cat, ол мейірімді мысық. Adverb gently, he stroked the cat gently, ол мысықты мейіріммен сипады. Ал егер adjective ол y әріппен аяқталса, біз ол y-ды i-ға өзгертіп, оған li жалғауын қосамыз. Мысалға, adjective happy, she looks very happy, ол өте бақытты көрініп тұр. Adverb happily, he sang happily, ол бақытты болып өлең айтты. Дегенмен де, ағылшын тілінде кейбір сөздер adjective де, adverb де бола алады. Өйткені оларды жалғап немесе өзгертудің қажеті жоқ. Мысалға, adjective fast, that's a fast car, мынау жылдам көлік. Adverb fast, she walks fast, ол жылдам жүреді. Екінші мысалы, adjective early, she was early for the meeting, ол ерте болды бұл кездесуде. Adverb early, he arrived early, ол ерте келді. Үшінші мысалға, adjective late, he is always late, ол әрқашан кешігіп жүреді. Adverb late, he got up late this morning, ол бүгін таңертең кеш тұрды. Төртінші мысалы, adjective good, that's a good book, анау жақсы кітап. Adverb well, she did well on the exam, ол емтиханды жақсы жасады. Бесінші мысалы, adjective hard, math is hard, математика ол қиын. Adverb hard, she tried hard, ол қатты тырысты. Жалпы алғанда, adverbтің ағылшын тілінде жасалу жолына қарай үш түрі бар. Бірінші түрі ол жай үстеулер, яғни simple adjectives. Олар how, there, here, soon тәрізді сөздер. Екінші түрі ол туынды үстеулер, яғни derived adjectives. Олар li жалғауы арқылы жасалған slowly, quickly сияқты сөздер. Үшінші түрі ол күрделі үстеулер, яғни compound adjectives. Олар екі сөздің қосылуымен жасалатын somewhere, anywhere сияқты үстеулер. Және де үстеулерді қолданылу жолына қарай бірнеше топқа бөлуге болады. Солардың бірі adverbs of time, ол уақыт үстеу.
ол адамның іс-әрекетті қашан істейтіндігін сипаттайды. Олар мысалға soon, yet, during деген секілді сөздер. Келесі adverbs of degree. Ол мөлшер істеу. Ол адамның іс-әрекетті қаншалықты істейтіндігін сипаттайды. Олар мысалға quite, extremely, very деген секілді сөздер. Келесі adverbs of place. Ол мекен істеу. Ол адамның іс-әрекетті қайда істейтіндігін сипаттайды. Олар мысалға everywhere, into, here, there, below, inside деген секілді сөздер. Келесі adverbs of manner. Ол сын қимыл істеу. Ол адамның іс-әрекетті қалай істейтіндігін сипаттайды. Олар мысалға slowly, quickly, dangerously деген секілді сөздер. Келесі adverbs of frequency. Ол жиілік істеу. Ол адамның іс-әрекетті қаншалықты жиі істейтіндігін сипаттайды. Олар мысалға periodically, constantly, regularly, often, usually деген секілді сөздер. Біліп жүрейік, ағылшын тілінде ешқашан үстеумен бірге қолданылмайтын 4 етістік бар. Олар to be, to look, to sound, to feel. Ал не үшін болмайды? Өйткені мысалға to be етістігінен кейін біз сөйлемде міндетті түрде сын есім, яғни adjective қолданамыз. Мысалға the weather is nice today. Бүгін ауа райы күшті. Мұндағы is сөзі ол to be етістігі, ал nice сөзі ол adjective. Келесі to look етістігінен кейін біз сөйлемде міндетті түрде сын есім, яғни adjective қолданамыз. Мысалға you look perfect. Сенің көрінісің зор ғой. Мұндағы look сөзі ол to look етістігі, ал perfect ол adjective. Келесі to sound етістігінен кейін біз сөйлемде міндетті түрде тағы да сын есім, яғни adjective қолданамыз. Мысалға this truck sounds good. Мына трек күшті естіледі. Мұндағы sound сөзі ол to sound етістігі, ал good ол adjective. Келесі to feel етістігінен кейін тағы да міндетті түрде сын есім, яғни adjective қолданылады. Мысалға why do you feel sad? Не үшін көңіл-күйің жоқ? Мұндағы feel сөзі ол to feel етістігі, ал sad сөзі ол adjective. Ендігі кезекте мен ең маңызды деп тапқан үстеудің 3 түрімен тағы да кішігірім жұмыс жасасақ. Adverbs of frequency. Ол белгілі бір уақытты жиі қайталанатын, бір іс-әрекетті баяндау мақсатында қолданылатын сөздердің жиынтығы. Олар every morning, every month, all the time, every Sunday, once a day, 3, 4, 5 times a day, every afternoon, every day, every year, every week, twice a day деген сөздерді білдіретін осындай сөздердің жиынтығын жиілік үстеулер деп аталады. Мысалға, I run twice a day. Мен күніне 2 рет жүгіремін. He teaches every day. Ол күнде сабақ береді. You come to work once a day. Сен жұмысқа күніне 1 рет келесің. Ойлап қарасақ, осы adverbs of frequency ол көп жағдайда осы жақта және сөйлемнің соңында келеді екен. Келесі adverbs of time ол уақытты білдіретін үстеулер. Олар tomorrow, tonight, nowadays, first of all, soon, later, next, then, today, yesterday, now, beforehand, afterwards деген осындай үстеулерді уақыт үстеулері деп атаймыз. Ал осы уақыт үстеулері көп жағдайда сөйлемнің басында келеді. Мысалға, tomorrow I will fly to Frankfurt. Ертең мен Франкфуртқа ұшамын. First of all, I will help to poor people. Ең бірінші мен кедей адамдарға көмектесемін. Келесі, adverbs of place. Ол мекенді немесе жерді білдіретін үстеулер. Олар outside, inside, upstairs, downstairs, abroad,
indoors, over here, over there, overseas деген осындай сөздерді мекен үстеулері деп атаймыз. Осы мекен үстеулері көбіне етістіктен кейін келеді немесе сөйлемнің соңында келеді. Мысалға, she lives abroad. Ол шетелде тұрады. Let's play football indoors. Қанекей, футбол ойнайық имарат ішінде. Rachel's office is upstairs. Rachel'дің офисі жоғары қабатта.